Жүктіліктің болмауына әсер ететін факторлардың бірі бұл әйел адамның жасы. Сол себепті әйел адамдар барынша туатын баласын 35, ары кетсе 40 жасқа дейін туып алулары керек. Сәлем сұлу ханымдарым, сіздермен бірге акушер-гинеколог дәрігер Гүлімхан Мырзабекқызы. Гинекология, жүктілікке байланысты пайдалы ақпараттарды жіберіп алғыңыз келмесе, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де сұрақтарыңыз болатын болса, осы видеоның астына жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал егер де ақылы түрде консультацияға жазылғыларыңыз келсе, видеоның астында көрсетілген номер бойынша немесе инстаграмға хабарлассаңыздар болады. Әйел адамның жасы ұлғайған сайын оның жүкті болу мүмкіндігі, шансы төмендей береді. Не себепті бұлай болады? Бұл негізінен екі түрлі факторға байланысты. Бұл аналық ұрық жұмыртқаларының санының азаюына байланысты бірінші, екіншісі бұл сапасының төмендеуіне байланысты. Бұны түсіну үшін біз әйел адамның авариалды резерві деген нәрсені түсінуіміз керек. Авариалды резерв дегеніміз бұл шамамен айтқанда бір корзина жұмыртқа деп алуға болады. Жалпы біз анамыздың ішінде құрсағында жатқан кезімізге бізге Алла тағала осындай бір корзина жұмыртқаны береді. Мынау сенің болашақ балаларың деген сияқты. Мысалы, анасының ішінде жатқан кезде осы жұмыртқалардың саны шамамен 7 миллиондай болады. Ал қыз бала дүниеге келген кезде оның бар жоқ 2 миллионы ғана қалады. Ал енді қыз бала етеккірі келетін 11-12 жасқа жеткен кезімізде осы аналық жұмыртқалардың саны бар болғаны 400 мыңдай ғана қалады. Енді қыз балаға ай сайын етеккір келіп отырады. Ай сайын етеккір келген сайын осы жұмыртқалардың 5-6-ы өсіп, дамып, біреуі доминантный фолликул болып, егер овуляция болса жүктілік болады, овуляция болмаса жүктілік болмайды. Осылай 5-6-ын ол ай сайын жоғалтып отырады. Неге осылай саны азайып отырады. Және де бұл санның азаюына әсер ететін тағы да қосымша факторлар, егер де әйел адамда қосымша операциялар болатын болса, мысалы кистаны алып тастайтын, эндометриоз бойынша егер де аналық безінде операция болатын болса, осы авариалды резервтің төмендеуіне алып келеді. Не себепті? Өйткені аналық безінен кистаны кесіп алған кезде ол қосымша жаңағы аналық безінің тіндерінде кесіп өтеді. Яғни ол жердегі бүкіл фолликулдардың бәрін алып қояды. Сол себепті ол жерде саны күрт төмендеп кетеді. Көпшілік жағдайда осы, мысалы эндометриоидный кистаны алып тастағаннан кейін әйел адамдардың АМГ-сы, яғни авариалды резерві төмендеп кетеді. Екіншісі бұл бізде аналық ұрық жұмыртқалардың сапасының төмендеуі. Бұны қалай түсінсек болады? Мысалы, сіз базардан бір лоток жұмыртқа алып келсеңіз, оны ары кетсе бір 30 күн холодильникте ұстауыңыз мүмкін. Одан кейін олардың уже ашып кеткеніне байланысты сіз оны тамаққа пайдалана алмайсыз, басқа нәрсеге пайдалана алмайсыз. Ол хоть холодильнигіңізде тұрғанымен, оның уже сізге пайдалануға келмейді, уже сапасыз. Тура сол сияқты әйел адамдардың аналық жыныс жұмыртқасының сапасы төмендеп кетеді. Яғни бар болғанымен де ол ұрықтануға қабілетсіз. Ұрықтанған күннің өзінде де ол замершая беременность болуы мүмкін, түсік болуы мүмкін, немесе мүлдем жүктілік болмауы мүмкін. Және де бұған әсер ететін негізгі факторлар ең біріншісі бұл әйел адамның генетикасы. Яғни генетикалық кейбір әйел адамдардың сондай ерекшелігі болады. Етеккірі мысалы 25-30 жасында етеккірі тоқтап қалады, яғни климакс келіп қалады. Уже мысалы 25 жастағы қыздың екі жағынан біз егер УЗИ-дан қарайтын болсақ, өте фолликулдары аз болады, АМГ-лары төмен болады. Екінші фактор бұл қыз баланың әртүрлі экстрагениталды аурулармен, вирусты аурулармен ауруы. Мысалы гриппен, цитомегаловирус дейміз, герпес дейміз, әртүрлі осындай вирусты ауруларда аналық безіндегі клеткалардың өліміне алып келеді. Және де бұл үшіншісі эндометриоз. Егер де эндометриоидный киста болатын болса, ол эндометриоидный киста бар жерде міндетті түрде воспалительный эксудат бөлініп отырады. Яғни сол эксудат жаңағыдай аналық безін ішінен жеп, аналық безінің клеткаларын бәрін өлтіре бастайды, зақымдай бастайды. Сол себепті эндометриоз бар әйелдерде осылай көтере алмауы мүмкін. Және де осы аналық клеткалардың именно сапасының төмендеуіне алып келетін бұл бізде стресстік факторлар. Бізде қазір көпшілік әйелдерде стресстік факторлар өте көп. Әсіресе өте жаңағыдай умственный нагрузка дейміз ғой, умственный нагрузканы өте көп беретін әйелдерде эндометриоз деген сияқты аурулар өте жиі кездеседі. Сол себепті егер де балалы болғымыз келсе, дені сау баланы дүниеге алып келгіміз келсе, барынша
35 жасқа дейін баланың бәрін туып алуға тырысуымыз керек. Бірақтан бұл жаңағыдай баланы жыл сайын жылма-жыл бірінің артынан бірін туа беру керек деген сөз емес. Міндетті түрде балалардың арасы кемінде интергенетический интервал деп айтамыз, 2,5-3 жыл болған дұрыс. Сол кезде сіз дүниеге дені сау бала алып келесіз, және де өзіңіздің де денсаулығыңызды жоғалтпайсыз. Мінекей, сұлу ханымдарым, бүгінгі видеода сіздерге не себепті барынша ертерек балалы болып туып алу керек, және де жалпы әйел адамның жасы бедеулікке қалай әсер ететіндігі сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар, және сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесі видеода жолыққанша.